Қарағанды облысының ауылдарында балалар мен жастарға арналған мәдени орындар тапшы. Сондықтан шалғайдағы дарынды жастар жарыққа шыға алмай отыр. Бұл туралы бүгін Нұр Отан партиясының кадрлық резервіне үміткер белсенділерді іріктеу дебатында айтты. Кандидаттар сынақтан өтсек, ең алдымен ауыл проблемасын шешуге атсалысамыз деп отыр. Меня оценивает, мою работу оценивает жители 11 тысяч. Кандидаттық резервке кірген кезде біз үлкен өзіміздің жауапкершілігімізді одан да әрі нығайтамыз. Талаптың күшейтілуі адамның жан-жақты болуына, өзінің айтқан шаруасына жауапкершілікпен қарауға, әділеттілікті, адалдықты, сенімді нығайтады. Абай ауданына қарасты Топар кентінде өткен дебатқа 60-тан астам адам қатысады. Олар Нұр Отан партиясының аудандық филиалының кадрлық резервіне үміткерлер. 30% жастар, қалғандары білім мен мәдениет саласының тәжірибелі мамандары. Үміткерлер мәдениет, білім, әлеуметтік саланы жақсартуға бағытталған жеке бағдарламаларын ұсынған. Іріктеу Қарағанды облысының елді мекендерінде қарашаның 15-іне дейін жалғасады.